Shall we have breakfast together? Қалташаларын жасалатын тәжірибе, оған қажетті құрал-жабдықтар шырпы және шай қалташалары. Ең алдымен шай қалташаларын жоғарғы бөлігін қиямыз. Қалташаның ішіндегі шай түйіршіктерінен босатамыз. Қалташаларды тігінен қойып, шырпымен тұтатамыз. Сол кезде бізде шай қалташалары жоғарғы қарай ұшады. Себебі жылы ауа жоғарғы қарай көтереді. Себебі оның тығыздығы салқын ауаның тығыздығынан аз болғандықтан. Керек күйде айналуы. Ол үшін бізге қажетті құрал-жабдықтар жұмыртқа және шелектегі су. Ең алдымен жұмыртқаны жағып, суға араластырамыз. Саусағымыздың ұшымен суды былғаймыз. Сол кезде жұмыртқаның сарысы біздің саусағымыздың бағытымен айналады. Бұл тәжірибеден біз қара түспе қоямыз. Қағаздың көмегімен ыстық суды салқын суды ыстық су қалған стаканға беттестіреміз. Ең бірінші біздер ыстыны салқынға беттестіреміз. Беттестіргеннен кейін картонды және ысырып аламыз. Ысырып алдық. Екіншісін салқын су құйған стаканымызды ыстық су құйған стаканымызға беттестіреміз. Өздеріңізді көріп тұрғандай, ыстық су құйған стаканды бетінде, салқын су құйған стакан төменде тұрған кезде бұлар өте қатты араласпайды. Себебі ыстық температура жоғары қарай болғандықтан, салқын температура төмен қарай тұрғандықтан, олар көп араласпайды. Мына сурет екінші стаканда мұндай жоғарысында ыстық су болып, және де мынау салқын болатын. Мына жердегі ыстық температура жоғары қарай көтеріп, салқын төмен қарай түскендіктен, бұл бізде қоспа пайда болды.